Адам күнделікті қоршаған ортадан мыңдаған ақпараттар қабылдайды. Ақпараттық кезеңнің тудырған үлкен қиындығы осы, оның шектеусіздігі. Алайда, оның қайсы бірі шынайы, қайсысы жалған екендігін бірі білсе, бірі ажырата бермейді. Заманауи адамның белгілі ілімге ие болу үшін, соған сай қажетті дерек көздермен жұмыс жасау үшін медиа сауатты болудың маңызы зор. Медиа сауат дегеніміз не? Медиа сауат дегеніміз кез келген тұтынылатын ақпаратты сыни бағалау және оның дұрыс екенін анықтау үшін балама көздерді іздеу. Медиа тұтыну принциптерін білу және медиа хабарды талдау бізге кез келген ақпаратты саралауға мүмкіндік береді. Әр медиа сауатты адам ақпаратты қабылдағанда осы негізгі 5 сұраққа жауап бере кетуі тиіс. Бұл ақпаратты кім шығарды? Менің назарымды аудару үшін қандай шығармашылық тәсілдер қолданылды? Басқа адамдар бұл жолдауды қалай түсінеді? Хабарлама қандай құндылықты және өмір салтын алға тартады? Ол ақпараттың мақсаты неде? Ағылып келіп жатқан әртүрлі ақпараттар ағымы адамды адастыруы мүмкін. Сол себепті оқу, тану, саралаған абзал.